Армысыздар, қадірменді тыңдармандар. Бүгін біз Елтай ауылындағы жайлы мектепте кереметтей бір іс-шараның тұсаукесеріне куәгер болып отырсыздар. Бүгін бізде қадірменді қонақтарымыз бар. Қарасай ауданы бойынша ардагер ұстаздар ұйымының төрайымы Бахинова Алтай Амангелдіқызы. Алтай Амангелдіқызы осы білім беру саласында ауданымызды талай жыл білім басқармасын басқарып, одан кейін ауданымызда және де Жамбыл ауданында зам әкім болып жұмыс жасаған құрметті азаматшаларымыздың бірі. Келесі біздің орынбасар ағайымыз осы Елтай ауылының құрметті азаматы, ардагер ұстазымыз, бірнеше мектептің авторы, қаншама жыл еңбек етіп, мұғалімдерге, оқушыларға өзінің өнегесін көрсете білген ұстаздарымыздың бірі. Қош келдіңіздер. Және де Күлпан Төкеновна Елтай ауылындағы Тамабаев атындағы орта мектептің директоры болып, сол жерден абыроймен пенсияға шыққан ұлағатты ұстаздарымыздың бірі. Асыл ана қоғамдық ұйымының төрайымы болып жұмыс атқарып жатыр. Сіздер енді зейнеткер жасқа шықсаңыздар да тыныш жатпаған ардақты ұстаздарымыздың, қарияларымыздың бірісіздер. Білім саласына үлкен өнеге қосып, өздеріңіздің тәрбиелік, мәнді, мағыналы жұмыстарыңызбенен халыққа қызмет етіп жатқан ардақты азаматтар мен азаматшаларымыздың бірісіздер. Бүгінгі біздің мынау студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет сіздерге. Қош көрдік. Енді Алтай Амангелдіқызы, орынбасар ағай Күлпан Төкеновна, біздің жастар осы подкаст, Елтай подкаст студиясын іске қосып, сіздерге тұсаукесер жасады. Енді осы кісілердің сіздерге деген арнайы тосыннан келген конверт бар екен, соны ашуға рұқсат беріңіздер. Бұл конвертте сіздерге арналған сұрақ. Ағай, оқып жіберсеңіз. Көзім жастау қойдым. Көзіңізді жұмып дейді, бала шағаңызға дейді, саяхат жасап көріңізші дейді. Алғашқы ұстаз деген сөзді естігенде ойларыңызға қандай сезім ұялайды? Кімді елестетесіз? Кім сіз үшін үлгі ұстаз болады дейді. Жастардың енді көздеріңізді жұмып, еркін форматта елестетсеңіздер, алғашқы ұстаздарыңызды, және де ең сіздерге бір жылулық көрсеткен сәттер ұстаздарыңыздан бір естелік айтып өтсеңіздер. Сіз бастайсыз ба? Ал енді мына алғашқы ұстаз дейді ғой, шын мәнінде мектеп табалдырығын аттау ол бір бақыт дейді. Ол біздің кезімізде енді бөлекше заман болды. Бұл кезде осы менің өзім мына Елтай ауылында сол мектепте жаңағы алғашқы қадам басқан кезде сол мектебіміздің директоры болатын Бекмұхамбет Хамит деген кісі, сол кісінің Ғалия деген жұбайы сол бізде жаңағы мұғалім болды. Сол кезде мұғалім дегенде енді не істейміз, барлығымыз сол кісінің әлгі балапандары сияқты. Сөйтіп, ең алғашқы бізді жаңағыдай мына жазуға, сызуға, сөйлеуге, мына отыруға деген сияқты соның барлығын үйреткен. Білімнің алғашқы нәрін бізге берген ұстаз қой. Оны еш уақытта біз енді ұмытпаймыз. Әрине. Алғашқылар, оны кейінгілер де енді болып жатты, бірақ алғашқы ұстазымыз сол мына үлкейгенге дейін ол кісілерді жаңағы сыйлап, құрметтеп жүрдік. Мына біздің ұстазымызды мақтаныш қылып жүрдік. Сол мына өмірге осындай дәрежеге жетуіміз сол алғашқы ұстаздардың жаңағы еңбегі деп есептейміз. Әрине. Берген білімі, тәрбиесі. Рахмет ағай. Амангелдіқызы, сіздікі де қызықтырақ болатын сияқты. Енді әр адамның өзінің алғашқы мектеп табалдырығын аттаған кездері, ол енді тарихқа кетті ғой бізде әрине. Бірақ дегенмен де мәңгілікке есте қалады. Өйткені бірінші классқа барып, сен кәдімгідей үстіңе, ол кезде біздің кезімізде форма болатын, қоңыр көйлек, ақ фартук,
содан кейін жай күндері қара фартук, сондай қоңыр көйлек, ақ фартукты киіп алып, бірінші классқа барып, балалармен танысып, бір керемет әрине, бала кезден соншалықты түсінбейсің, бірақ қуаныш. Сен мысалы мектепке кірдің, табалдырық аттадың, сен оқушысың. Мына қуаныш. Алдымыздағы әпкелерімізді көріп жүрдік қой. Мектепте оқып жүрген кезде қызығып, есігінен сығалап қарайтынмын ауылдың мектебінде. Кейін мен Алматы қаласында оқыдым. Өйткені әкем теміржолшы болды да, теміржолшылардың балаларына арналған мектеп-интернат ашылды біздің кезімізде. Соның қабырғасында білім алып шықтым. Біздің мектептің директорының, қазір бұл дүниеде жоқ енді ол кісілер, Ахмет Мукарам Ахметович, оның кейін оқу ісі жөніндегі орынбасары Назар Сегизович Үсенов деген кісілер өте тамаша, керемет адамдар болды. Біз енді интернатта болғаннан кейін бір апта бойы сол интернатта көрмейміз, сол жерде жатамыз, оқимыз. Ол кісілер бізге тура біздің әкеміз бен шешеміздей болды. Екінші әкеміз, екінші шешеміздей болды. Мұғалімдер көп. Біздің енді бастауышта оқытқан Хатира апайымыз біздің өте бір керемет, мейірман, сондай мейірімді кісі болды. Ал енді өзімнің мына жоғарғы мектепке барғанда, жоғарғы классқа барғандағы мұғалімдерім, математика пәнінің мұғалімі Көкенова Жұмагүл апай, одан кейін мына неден берген, ағылшыннан берген әсіресе мына Сауытбекова Роза Ситина деген кісі. Мені сол ағылшынға құштарлығымды сол кісі ашты. Мысалы үшін. Қандай керемет. Ал енді орыс тілінде жақсы оқыдым. Жақсы көрдім сол кезде. Ол кезде мына Роза, то есть кім, Аяғанова деген кісі бізде сабақ берді орыс тілін. Орыс тілін ол кісі бізге түсіндіріп, әдебиетті айтқан кезде аузымыз ашылып, сол кісіге қарап, сол қандай да болмасын әңгіменің ішіне кіріп кетіп тыңдайтынбыз. Сол үшін орыс тілінде, қазақ тілінде жақсы көріп, сондай оқыдым. Мектебім менің мәңгілік есімде қалады, өйткені сол жерден кәдімгідей, айтады ғой әлгі, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып, бүткіл бойыңдағы қандай да бір жақсы қасиетім болса, сол мектептен алдым. Сол мектептен. Алғашқы өзімнің оқып бітірген мектебімнен. Ол Алматы қаласының теміржолшылар балаларына арналған 5-ші мектебін. Әні керемет. Енді мына Ұлтай әңгімеден жаңа айтқан несі форма дейтін. Сол баяғыда да бізде сол форма болатын. Мына балалар кәдімгі әскери бар ғой. Сонда мынандай кепка бар. Содан кейін бар жаңағыдай мынандай форма, шалбар бөлек, несі бөлек, одан кейін ремень тағам. Мына жұлдызы бар. Жұлдызы бар емес. Жұлдызы школьник деген, ш деген. Сондаймен жүретін. Барлығы да бірдей. Міне қазіргі кезде де мектептерде де әркім таңдау бойынша жаңа форма алады. Қазір оны жастандар киеді. Оны кейін жаңа айтып отыр, жаңа мұғалімдер көп деп алғашқы. Сол да мына бізде Халық Рамазанович деген мұғалім болған. Бұл жазушылар одағының мүшесі болды. Кейін көптеген осы ауылдың тарихы туралы мына баспаларға әртүрлі материалдар берген. Сол кісінің сабағы келген кезде біз ағайға мына жаңа әдебиет анау несіне қылмай бізге ертек айтып бер дейді. Сол кезде ертегін айтқан кезде үйіп соның бәрін тыңдайтынбыз. Сондай дүние болады. Өте дұрыс. Бұл әрбір мұғалімнің өзінің бір ерекшелігі болды ғой, есте қалатындай. Жақсы, рахмет Күлпан Төкенова. Енді Ұлтай Амангелдиевна орынбасар ағай енді жақсы бір нелер бастан балалық күнді айтып жатыр ғой. Сол менің де қазір есіме сол балалық күн түсіп кетті. Жаңа өздеріңіз айтқандай, ең алғашқы біздің ұстазымыз тілімізді үйреткен, тәрбиені берген ата-анамыздан білім алдық қой енді. Содан мектепке анам алып келді. Екінші ұстазым Сара апайды мен сол жерде кездестім. Енді ол кезде қазір енді тегімен айтады, ол кезде апай деп кеткенбіз. Сол Сара апайды көріп, киген киімін, шашының жинақылығын, іс-әрекетін көріп, біз сол жерде шындығында сап түзеп өзіміз ретке келтірдік. Сонда да алғашқы ұстаз, одан кейін білім берген қазақ тілі пәнінің мұғалімі Ырысгүл апайымды айта аламын. Өте бір адамның жаңағы жан дүниесін түсінетін, ол кездің енді ұстаздары, қазіргі ұстаздар да сондай ғой, бірақ
сол кездегі біз үшін ең бір керемет, ең бір мейірімді биік жан. тұрған мейірімді жан сол ұстаз деп түсіндік ата анамыздан кейінгі. Сонда да ұстаздарға басымызды иіп отырып сол ұстаздық жолды таңдаған шығармыз. Кішкентайдан сол бір махаббатымыз, сол өмірге деген құштарлығымыз сол кісілерден басталған сияқты. Тағы бір қосатын дүние, баяғыда бізде октябрят деген болатын, Иә. комсомол, Иә. пионер деген. Соған жаңағы өткізген кезде пионерге мысалы енді өте бір сондай қызықты, қуанышты сәт қой. Міне мен де жаңағы галстукты бүйтіп қойып, Идеология, сол кезде идеология ерекше болған. мақтаныш, Иә. ерекше көңіл күй. Мысалы қызыл галстугыңды желбіретіп тағып алып үйіңе келесің ғой. Иә, Жүгіріп, пионерге әке-шешең өту алдына. деген ол кезде бір керемет еді ғой, бір экзамен сияқты Иә. болған ана жерде. Ол кезде барлық балаларды өткізбейді, жақсы Өткізбейтін оқитын балалар өтеді. сол біз пионерге өттік, біз өткеннен кейін сол бітіп қалды ғой. Соны біз алып кеттік па деп ойлап қаламыз біздің дәуір. Рахмет. Енді Ұлтай Амангелдина, сіз енді ауданымыздың ұлағатты ұстаздар ұйымының төрайымы, Асыл аналар ұйымының қоғамдық қорының осы ауданымыз бойынша төрайымысыз. Енді осы қоғамдық қорлар мен осы ұйымдар, қоғамдық ұйымдардың осы білім саласында қосатын тәрбиесі, қандай да бір жаңағы өзінің ұйымдардың басты миссиясы жайлы айтып өтсеңіз. Қазірде сіз енді зейнеткерлік жасқа шықсаңыз да өзіңіздің жұмысыңызды алға қаратай жетелеп, аналарға, зейнетке шыққан ұстаздардың басын қосып, осындай бір керемет ұйымды жұмысты алдыға бастап отырсыз. Осы жайында бір ауыз айтып өтсеңіз. Рахмет. Енді мынау ардагер ұстаздар ұйымына келетін болсақ, 2023 жылы маған білім бөлімінің тарапынан кәдімгідей ұсыныс түсті. Осылай, мына өздеріңіз білесіздер ғой, сіздерде қазір мына бағдарлама бойынша бір тұтас тәрбие деген бағдарламамен жұмыс істеп жатсыздар. Соның ішінде қамтылатын аналар мектебі, аталар мектебі, әкелер мектебі деген. Сондай мектептердің кәдімгідей мазмұны бәрі керемет болу үшін ұсыныс келді. Сізде осы ардагер ұстаздарды кішкентай ұйымдастырып, біздің зейнетке шыққан майталман ұстаздарымыз бар ғой. Басшы болып шыққандар бар, мұғалім болып шыққандар бар, ұстаз болып. Сол кісілердің бастарын қосып бір кішкентай біздің Қарасай ауданындағы болып жатқан білім саласындағы жақсы бір жұмыстарға, бағдарламаларға қосылып, өз көмектеріңізді берсеңіздер деген осындай ұсыныс түскеннен кейін біз кәдімгідей ұйымдастық. Қазір Құдайға шүкір ардагер ұстаздар әрбір ауылдық округта, әрбір ауылда ұстаздарымыз көп біздің зейнетке шығып, абыроймен, кәдімгідей құрметпен өздерінің зейнетіне шығып, сонда да болса да қоғамдық жұмысқа белсене қатысып жатқандар бар. Бұл жерде мақсат пен мағынасы не бұның, міндеті не? Бұл жерде біз бір мектепке келіп болып жатқан бағдарламаларды өзгертіп жіберіп, оларды бір керемет қылып жібереміз деген ой емес. Біз мына алған өзіміздің тәжірибе бар, өмір ағымында көрген әртүрлі мысалы жұмыстар бар ғой, енді былай қарасаңыз. Соны жастарымызға үйрету, қолдау көрсету, әңгімемізді айту. Мынау қандай да болмасын бір мерекелік іс-шаралар өтіп жатады, сол кезде ардақты ұстаздарды, ардагер ұстаздарды мектептер шақырып, оқушылармен кездестіріп, жас мамандармен кездестіріп, мұғалімдермен. Соларға біз енді өзіміздің ақылымызды, пайым парасатымызды жеткізуге тырысамыз. Рахмет. Қолымыздан келгенше көмегімізді береміз. Ал енді Асыл аналар қоғамдық бірлестігіне келетін болсақ, ол 2025 жылдың қаңтар айында құрылды. Өткен аптада, бір апта бұрын ғана үлкен конференция өтті. Алматы облысының осы Асыл аналар қоғамдық бірлестігінің конференциясы
біздің Қарасай ауданында өтті. Сол Керемет. кезде қатысушылар бар. Алматы облысы бойынша мысалы істелініп жатқан жұмыстар осы қаңтар айынан бастап, одан кейін мынау алдыға қойған мақсат міндеттер, жақсы бір үлкен іс-шара өтті, үлкен мақсат міндеттер қойдық алдымызға. Одан кейін Алматы облысы бойынша сол Аслана қоғамдық бірлестігінің төрайымы сайланды. Сондай керемет жақсы бір іс-шаралар өтті. Өйткені басқа да аудандардан, біздің Алматы облысының аудандарынан келген делегация сол кісілерді қарсы алдық, сол кісілермен сұхбаттастық. Бұл жерде тек қана қария қарттар ғана емес, бұл Аслана қоғамдық бірлестігінің ішінде отбасын құрған жас отбасылардың, мысалы ана болған жастар да қатысты, көп қатысады. Одан кейін мүше болып кіріп жатыр. Бұл жердегі мақсатымыз біздің жас отбасыларға көмегімізді тигізу. Қазіргі заманда, мысалы, қазіргі уақытта көбінесе бір ажырасулар көбейіп кетті ғой. Соған жол бермеу, соған ақыл кеңес ұйымдастыру, жергілікті жерлерде, ауылдық аумақтарда, ауылдарда осындай үлкен біздің өмір көрген, отбасын құрған аналарымыз, үлгілі отбасыларды кәдімгідей сол кісілермен кездестіріп, кеңес беріп, сондай жұмыстар жасау біздің мақсатымыз сол. Үлкен миссия екен бұл. Қазіргі таңда өзіңіз айтып өткендей, бұл қоғамның ең негізгі бір түйткіл мәселелерінің бірі. Соған өздеріңіздің тараптарыңыздан қолдау көрсетіп жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Енді Күлпан Төкенова сол аймақты, осы Елтай ауылының аймағының төрайымысыз ғой, енді сіз сол Асланалардың. Енді сол өзіңіздің төрайым ретінде ойыңызды айтып. Төрайым ретінде емес, жалпы енді өзім ұстаздық жолда жүрдім ғой. Енді осы жұмысқа Ұлтай Амангелдиевна, Сағат Ұлтарақұлы ауылдың ақсақалдарыменен осы жұмысқа тағайындалдым. Ұлтай Амангелдин айтқандай, енді басты жаңа мақсат, Ұлтай Амангелдин айтқандай, жаңағы үлкендермен де жұмыс. Бұл жерде Алатау жастар орталығы бар, жастармен де жұмыс. Біз ауыл ардагерлерінен алшақтап кетпейміз. Өйткені ардагерменен қазіргі жастардың арасында жұмысын жүргізу. Басты мақсат, мектептермен, балабақшалармен байланыс жасаймыз. Басты мақсат бұл жерде әрбір жаңағы, қазір өздеріңізге де бағдарлама беріп қойды ғой, адал ұрпақ, бұрыптас тәрбие, сол ұлттық құндылықты біздің ата әжелерімізден жастарымыз көре отырып, үйрене отырып, жастарымыз соны қазіргі ары қарай жалғастырып кетсе деген басты мақсат сол. Ұлттық құндылығымызды жоғалтып алмасақ екен, сол жалғасын тапса екен, мәңгілік Қазақстанымыздың ары қарай жалғасы болса екен, біздің келешек ұрпақтарымыз білімді, өзінің отбасын, ошаққасын, әке шешесін, халықты, елді сыйлайтын бір азамат болса екен деген сол басты міндеттермен жұмыс жасаймыз. Ұлттық тәрбиеге бейімдеу. Осы жолда мысалы қазіргі таңда біртұтас тәрбие, адал ұрпақ деп жатырмыз ғой. Осының барлығыны сіздермен сабақтасып жұмыс жүргізсе, білім беру, әр білім беру саласы, оның жұмысы алдыға қаратай керемет деңгейде жетістіктерге жетеді деген. Адал болу, аманатқа қиянат жасама деген, сенім арту деген бәрі осы. Ұлтай Амангелдиевна тағы да енді өзіңізге жанына жақын болғаннан кейін сізге қойып жатыр деп ойламаңыз. Енді өзіңіз Қарасай ауданында талай жыл білім басқармасын басқардыңыз. Сіз оқушы болған кезеңдегі, сол кездегі оқушылардың жаңағы бейнесіменен қазіргі ВУК әлеміндегі оқушылардың бейнесінің қандай айырмашылық көресіз өзіңіз? Қарап отырып байқайтын шығарсыз, жолда кетіп бара жатып байқайтын шығарсыз, әлеуметтік желілерді қарап отырып байқайтын шығарсыз. Әттең-ай дейтін бір кездеріңіз болады ма екен? Сол бір сырыңызды айтып жіберсеңіз енді осы тұста. Әрине, енді өте үлкен сұрақ, былай қарасақ, кішкене қиындау сұрақ. Біздің кезіміздегі оқушыларды елестетіп айтатын болсам, енді ол кезде кәдімгідей біртұтас бір тәртіп болған сияқты. Біз енді
бағанаған айтып жатырмыз ғой, мектепте оқығанда мына октябрят, пионер, комсомол Иә. ұйымдары болды. Вот сол ұйымдар өте бір жақсы жұмыс істеді. Ол октябрятқа мысалы 1-ші класстан кейін 2-ші класста кіресің, ол октябрятқа кіру үшін сен жақсы оқуың керек, одан кейін тәртіпті болуың керек. Одан кейін 4-ші классқа келгенде сен пионерға кіресің, пионерге кіргенде де тура солай, сол тәртіп, сол ерекшелік болу керек. жақсы оқу тәртібің және оқуың жақсы болу керек. Одан кейін комсомолға 7-ші класты бітіріп, 8-ге өткен кезде комсомолға ұйымына кіретінбіз. Ол кезде де кәдімгідей біз берілген тапсырмаларды мынау кәдімгі мына біздің тарихи даталарды, тарихи мына болған тарихи маңызы бар әңгімелерді, оқиғаларды есте сақтап, оны жаттап, кәдімгідей комиссияның алдына барып, соған жауап беріп, сұраққа сөйтіп комсомолға сөйтіп өтетінбіз. Солай болған. Сол кезде мен ойлаймын, енді бірыңғай тәртіп болды, шындап қарағанда. Мұғалімді өте қатты құрметтедік. Мұғалімді біздің оқушылар ғана емес, мұғалімді біздің әке шешеміз, ата-анамыз, солар құрметтеді. Мұғалімді көшеде келе жатса, жастар үлкен болса да, иіліп мұғалімдерге сәлем беріп, мысалы, сөйтіп тұратын біздің ата-анамыз. Мұғалімнің айтқан сөзі ешқандай талқылауға келмейтін. Талқыланбайтын, қайталауға келмейтін. Мұғалім сені жақсы деді ма, ата-анаң қуанады, нашар деді ма, жаман деді ма, не қылады, мұңаяды. Ешқашанда, мысалы, мұғалімге келіп, менің балам бүйтіпті, менің баламды сіздер сөйтіпсіздер деген әңгіме болған емес. Мысалы, егер де бұзық болды ма, мұғалім сен өзі жөндейтін, өзі түзейтін, қалай болғанда да. Мысалы, мұғалімдікі дұрыс болатын. Енді қазір кішкене өзгердік қой, енді біз қаншама уақытты, қаншама кезеңді басымыздан өткіздік. Мысалы, сол совет өкіметі кезінде, мына совет одағы кезіндегі балаларымыз ғой біз, енді сол кездегі оқушыларымыз. Енді қазір біз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 30 жылдың ішінде, мысалы, неше түрлі кезеңнен өттік. Өте қиын кезең болды, мысалы, аяқтан тұрып, әлгі қазақтану керек болды. Орысшаланып кеткен балаларымыз, орысшаланып оқыған балалар, орысша тәрбие болып кеткен балалар деп сол кезде бөліп қазақшалану болды. Қазақшалануға ақырын келдік. Қаншама қиындықтардан өтті. Енді Құдайға шүкір, мен ойлаймын, қазіргі жастарымыз мына 90-шы жылғы жастардан басқашалау. Біз 90-шы жылғы жастардан 90-шы жылға дейінгілер басқалауда, 90-шы жыл мен осы мына 2000-шы жылдың арасы басқалау. Басқаша. Өйткені жаңадан тәртіп орнап, өтпелі кезең, жаңадан тәртіп орнап, жаңадан осы бетімізді бұрып, біздің ұлттық құндылығымыз, халықтық педагогика, ұлттық педагогика деп жатқан кездегі периодтың балалары кішкене басқаша. Ал енді қазір әрине біз жаһандану кезі, мысалы, заманауи деп айтып жатамыз, бүткіл технологияның әлеміне еніп келе жатырмыз 20-шы ғасырдың. Бүткіл заманауи технологияның бәрін қолданып сөйтіп жатқан кезде әрине басқаша ол. Әрине басқаша. Телефонның өзін кішкентай балалар біліп отыр десеңші. Телефонның өзін шұқылап, бізден де немерелерім кейде апасы мынауың дұрыс емес деп айтады. Ал енді білім жағына келетін болсақ, әрине мынау оқимын деген бала оқып жатыр. Оқимын деген бала. Оқимын деген, білім алам деген бала оқып жатыр, білімін алып жатыр. Және де біздің қазіргі ұстаздарымызға да өте көмек көп. Өйткені заманауи уақытта технологияның пайдалану бұл кісілерге өте қатты көмек беріп жатыр. Енді бізде мұғалім болдым, мен мұғалім, жоғарғы білімім мұғалім.
біздің кезімізде мен мұғалім болып жүргенде әрине бұндай технология жоқ. Өз қолымызбен сызып, өз қолымызбен сурет салып, мен ағылшын тілі мұғалім болғаннан кейін көп наглядность көрсетуім Әрине. керек. Қолдан 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 жасап, жасадым. соны көрсетіп, соны балаларды қызықтыру үшін суретті көрсетуім керек, құр сөз жаттатпауым керек. Вот сондай не болды жағдай. Енді бірақ ол кездегі оқушыларда кішкене басқаша болатын. Мұғалімдерге жақындау, сондай бір бір өзіңді ұнатып жүгіріп, еңбекқор. Біз енді 90-шы жылдардың кезінде мен мектептің директоры болдым. Сол кезде оқушыларымыз бір ауызбіршілігі мол болатын. Мысалы біз еңбекке баулу бізде болды ғой, бізде субботник деген болды мысалы. Сол кезде субботникке ауызбіршілікпен балалар қызығып шығатын, макулатура жинайтын, көше сыпыру, тек қана мектептің территориясы емес, сонау көшелердің барлығын бөліп береді. Территория бөліп. Мен бірге шығып, өзім оқушылармен, сол кезде енді үйде, то есть мектепте жүргенде ылғи мынадай офисный киім, юбка, кофта деген сияқты, ана жерде шалбар киіп шықсаң, Ұлтай Амангелдина шалбар киіп шыққан. Таңғалып бәрі. Сөйтіп жататын, сондай қызықтар болған. Енді қазір бәрі бар ғой қазіргі жастарға. Қазіргі оқушыларға ешқандай мына не жоқ, үйренем, оқимын, білім алам деген мүмкіндіктің бәрі жасалып тұр. Өте керемет. Оны мен тағы бір қосып, жаңағы ерте кездегі ол шынында да оқушылардың, ол кезде ата-аналардың, сол кезде қоғамның өзінің мына салт дәстүрін сақтай білген. Олар әлгі айтады ғой, біздер қазір ата-ана, мектеп, одан кейін оқушы. Үштік деп. Үштік одақ. Сол кезде мына ата-аналардың бұның рөлі өте күшті болды. Себебі міне сен оқуың керек, сен ұстазды жаңағыдай құрметтеуің керек. Ұстаз тек қана жаңағы оқушылар емес, мына қоғам сыйлаған. Міне біздің міне осындай ұстаздарымыз бар. Сөйтетін. Сондай мағынада ол тәрбиеленген. Ұстазға қарсы жаңағыдай сөз айту, ондай ештеңе жоқ. Ұстаз оқушысын кәдімгідей құдай сияқты болады. Ол қоғамға да сондай болады. Сөйтіп келгеніне ол оқушының өзі мына салт дәстүрге байланысты. Сол несі, бұл жерде ұлттық құндылық дейміз ғой, сол кезде міне болды. Кейін кездерде сол ұлттық құндылығымызды, өзіміздің тілімізді, салт дәстүрімізді ұмытатын сондай бір дәрежеге бір жеттік қой. Шүкіршілік, мына тәуелсіздік алғаннан кейін соның барлығы қалпына келіп жатыр. Бірақ әлі де көп, мысалы мына ұлттық құндылықты соны дәріптеу жөнінен әлі көптеген істер істеліну керек. Отансүйгіш деген бұл бұрыннан болатын. Біздің әлгі айтып отырған октябрят дедік па, оның ережесі бар. Пионер дедік, комсомол дедік. Сол кезде жаңағы біз бүкіл дүниежүзді басқарып отырған мемлекеттердің жаңағы нелерін, басшыларын жаттап не алатын. Ана устав дейді, басқа дейді. Соның барлығымен өскенбіз. Сол мына бір жолменен жаңағы жүретін ол. Идеология болатын. Анау айтады патриоттық, мына ұлтжандылық деген, патриотизм деген болады. Сол патриотизмге көп тәрбиелейді. Міне енді қазір әлгі соған бет бұрып отырмыз. Соған енді қазіргі таңда қазір анау адал азамат, біртұтас тәрбие, сонымен қатар мектепте Жасыл ұлан қоғамдық жаңағы балалардың ұйымы бар ғой. Адал ұрпақпен жаңағы балалардың тәрбиеге, патриоттық тәрбиеге бейімдеп қазіргі таңда тәрбие саласы өте керемет жұмыстар жүргізіп жатыр. Әр аптаның, әр айдың дәйек сөздері, әр аптаның дәйек сөздері. Оның өзін қазіргі ұстаздар өзінің күнделікті қысқа мерзімді жоспарының ішіне енгізіп, сол дәйек сөзді жаттатқызып, балаларға қолдау көрсету мақсатында алдыға қарата жылжу бар қазіргі таңда. Өздеріңіз де байқап жүрген шығарсыздар. Енді қазір не қосылды ғой? Жаңағы жұмысқа деген сөз. Біз бұрын кездерде ол бізде колхозда, совхозда ауыл шаруашылық несіне барып көмектесетінбіз. Осы түске дейін сабақ болса, түстен кейін сол жұмысқа барады. Ешкім ата-ана да, ешкім де мына балаларымыз неге соған салдың деп айтпайтын. Кезекшілік деген болатын. Барлық дүние. Енді осы жерден тосыннан бір сұрақ қояйын. Қазіргі таңда мысалы бізді сол кезде енді сіздер ұстаз болдыңыздар, біз сіздердің оқушыларыңыз болдық. Сол кезде қант қылшасын алып баратын.
анан чабатынбыз, Иә. оны неге жыйнайтынбыз. Енді қазіргі оқушыларымызды біз тәрбиелік жағынан мысалға мектептің ішкі жұмысына, кезекшілікке, жаңағындай ауланы жинастыруға сондағы қарсылық бар ма жоқ па сіздердің тараптарыңыздан? Енді немерелеріңіз барады мектепке, өздеріңіздің жаңағы ұсыныстарыңыз, оған қалай қарайсыздар? Бір-екі ауыз айтып кетсеңіздер. Неге барама деп. Иә, субботниктерге шығарғанға. Аха. керек ол дүние, еңбек Әрине, керек қой. әрине. Еңбекке бағыну керек. Жаңағы неме тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Тәрбие сол еңбектен басталады ғой. Әрине. Адамды адам еткен еңбек дейді. Біз немерелеріміз парта жудық, бүгін біз мынандай нәрсеге бардық десе, мысалы макулатура керек еді десе, конечно, біз көмектесеміз оған, міндетті түрде көмектесеміз. Жақсы. Ата әжелер өйткені содан бастап алды ғой. Содан Оның қарсы болады өзі деп де, ойламаймын. макулатураның өзі де мысалға далаға мусор тастамау. Металлолом жинаудың өзі де. Кім көп жинап келеді деп килограммдап оның барлығын жаңағы өлшеткізуші едік қой сол кезде. Жақсы, рахмет. Аумалы төкпелі кішкентай мынау кезеңде 90-шы жылдардан кейінгі мына біз енді тәуелсіздік алдық. Одан кейін біздің конституциямыз адам құқығын қорғайтын ең бірінші. Адам құқығы, соны қорғау, соны кішкене тілге тірек етіп, мына біздің оқушыларымыз неге субботникке шығу керек, біздің оқушыларымыз неге мектепті жуу керек, сондай мәселелер туындады ғой. Туындады. Иә, соған байланысты әрине мектепте оқушыларды жұмсамау керек, субботникке шығармау керек деп біздің министрліктен бастап сондай ережелер қабылдады ғой. Ережелер қабылдады. Ата-ананың әрекетінен шықты ғой. Ата-ананың әрекетінен шықты, шынында да қарағанда қарсылығынан. Былай қарап отырсақ, мысалы еңбекке баулу ол адамның мысалы бірінші адам ретінде қалыптасу, өмірге бейімді болу, тұлға ретінде өмірге бейім болу. Мысалы біз бір кездері мынандай бағдарлама болды ғой, мектептер мен солай жұмыс істеттік. Мысалы бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу мектепте. Солай дедік қой. Сол бәсекеге қабілетті болу үшін ол қандай болу керек? Ол тек қана білім алып қоймау керек. Ол еңбекке де баулу керек. Жан-жақты болу керек бала. Еңбек ете білу, қолынан бір нәрсе келу керек. Одан кейін білім алу керек. Ол соның бәрін ұштастырған кезде біз кәдімгідей бәсекеге қабілетті сондай тұлғаны тәрбиелеп шығарамыз. Бүгінгі таңда әрине біз кішкене өкінішке орай осы балаларымыздың субботникке қатыстырмай, мектептің ішін әлгі жинастырып жууға қатыстырмай, бір кішкентай қандай әлгі нені тәрбиелеп жатқан сияқтымыз. Эгоист, андай бір еріншектеу, мен істемеуім керек, басқа істеу керек, маған қатысы жоқ деген сондай кейбір балаларды әрине бәрінде емес шығар. Бірақ сондай ұғым туындап жатыр. Сондай ұғым қалыптасуы мүмкін, сондай болып бала қалыптасуы мүмкін, мысалышы. Ал енді еңбектен зардап шеккен ешкім жоқ. Біз мысалы 90-шы жылдары біздің мектебімізде подсобное хозяйство бөліп берді бізге. Мектеп әркім өзі қамтамасыз ету керек. Кейбір нелермен. Мектебіңді қамтамасыз ету керек. Ол кезде тапшылық қой, қаржы тапшылығы. Сол кезде бізге кәдімгідей 2 гектар жер беріп, біз қылша ектік. Сол қылшаға біздің жаз бойы оқушыларымыз да, мұғалімдеріміз де шығып, содан кейін ол алған қантымызды бір неден положенный кім қанша күн істеді, соны бөліп беріп, мысалышы, содан кейін оның қалғанын сатып мектепке бір кәдімгідей бір керек жарақ сондай қажеттілігімізге жараттық десеңізші. Наглядный пособие болсын, не болсын, керек жарағымызға қажет нәрсемізге жұмсадық. Одан біздің оқушыларымыз мысалы жаман болған жоқ. Әрине. Ол жаз кезінде жұмыс істедік, әлгі сменмен бөлініп оқушылармен, оқушылар 2-3 сағат қана келіп істеп кетеді. Вот сондай. Бірақ мына ұжымдық ауызбіршілік деген өте жоғары болды. Өте керемет. Еңбектен қашпау керек. Дұрыс айтасыз. Еңбек ету керек. Еңбектен шығады. Мына алдыңғы қатарлы мемлекеттердің өзі, мысалы Жапония, Қытайды алсаң, осы мына мектептің өзінде бүкіл тазалығынан мектеп оқушылары, балабақшадан бастап барлығы. Ал енді бізде сол
мына еңбекке баулу жағы енді қазір енді төмендеп кетті. Міне Ұлтай Амангелдин айтып отыр ғой, кезінде өзімізде міне жаңа ғана ауыл шаруашылық жұмысына барамыз. Одан кейін каникул болған кезде біз енді барып ата-аналармен бірге жұмыс істеп, өзіміздің жаңағы оқулықтарымызды, ол кезде алатын кітаптарымыз бар, киімдерімізді, қаражат өзіміз табамыз. Ол оның шынында да өз еңбегіменен келген дүние деген ол қымбат. Өте қымбат. Сондай міне біздің жаңа приусадебный участок дейді, Бейсебаев мектебінің жанында да сондай нелер бар, бау бақшалар, сол жерге барып жұмыс істейтін. Олар көретін. Міне оның барлығы қазір енді қалды. Жақсы, рахмет. Енді әрине бұл өзіміздің оқушыларымыздың алдағы уақытта тәрбиелеп отырған балаларымызға сіздердің сол өздеріңіздің жас кезеңіңіздеріңіздегі, өздеріңіздің уақыттарыңыздағы, сол замандағы өткен оқиғаларыңызбенен қазіргі жастарға өнеге болатындай тәлім тәрбиелік мағынада айтып отырсыздар ғой. Енді ұстаздың ең биігі, ең шыңы осы кейінгі ұрпаққа өзінің тәрбиесін ұлағатты, бойындағы бар қасиетін қалдырып кету деген ұғымды мен өзім солай ойлаймын. Ең биік ұстаз сондай болу керек. Енді біз енді келешек мектептері деп айтып жатыр, жайлы мектеп болып, қазіргі таңда келешек мектебі болып отырмыз. Алдағы уақытта осы ұсыныс ардагер ұстаз ретінде біздің мектебімізде IT сынып лидер деген сыныбымыз ашылып, Жасұлан сарбаздары деген сынып ашып отырмыз. Бұны біз жоба ретінде мысалға IT лидер сыныбы 6-шы, 7-шы, 8-ші сыныптардан іріктеу жүргізе отырып, оқушыларымыздың арасында бір сыныптан ашып отырмыз. Және Жасұлан сарбаздарын 7-ші, 8-ші сынып арасында қазір ұсыныс конкурсқа келген оқушыларымыздың арасынан іріктеу жүргізе отырып, осындай сыныптарды ашып, жоба ретінде енді келешек мектебі болғаннан кейін бір шетінен ерекшеленуіміз керекпіз ғой. Біз жалпы орта мектебінен қандай ерекшеленеміз? Осы жобаларымыз арқылы ерекшеленсек екен деген мақсатта ауыл балаларына арналған мүмкіндік сыйлап, ауыл балаларының барлық батыры да, басшы да, қазіргі таңда жоғары жақта отырғанның барлығы да осы ауылдың арасынан шықты. Ауыл балаларынан шығып жатқан кереметтей ұлы тұлғаларымыз бар. Дәл сондай ұлы тұлғалар осы біздің мектебіміздегі оқушылардан шығады деген үлкен үмітім бар өзімнің. Иә, сол үмітімнің ақталары алдағы уақытта бір Аллаға жаңағы аян, және оқушыларымның белсенділігіне, оқушыларымның зейініне қаратай болады деген үлкен үмітім бар. Сол сыныптарға сіздер қандай ұсыныс айтасыздар? Қандай бағыт қосар едіңіздер? Бұл енді жоба. Бұл жоба болғаннан кейін, бұл енді биылғы 1-ші жылда құрылымы болып жатыр. Уставымызды, ережемізді жасап жатырмыз. Ата-аналарменен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қалай боламыз, қай жағынан? Енді IT лидер болғаннан кейін қазіргі таңда Z ұрпағын тәрбиелеу мақсатында оларға бір өзі қазіргі заманның өзі солай болып отыр ғой. IT саласы, технологияның саласының үлкен дамыған кезеңдері, 7 атадан қаны қосылмаған қазақтың қаны таза ұрпағынан кереметтей бір ертеңгі күні бір әлемдік деңгейде жарқ еткізетін бір жастар шығарады ма деген үмітте. Шығып та жатыр ғой қазір. Шығып та жатыр ғой енді. Біздің мектепте шықса екен деп отырмын. IT-ді жақсы меңгеріп үміт ету, одан кейін алдыға мақсат қою, ол үлкен мақсатымыз сол болып отыр. Қандай да болмасын адамды алға жетелейді ғой. Иә. Енді сіздерге айтарым, мына осы 1-2 жылдың ішінде үлкен бағдарламамен мына жайлы мектептер бағдарламасымен қаншама мектептер салынды біздің ауданымызда. Қуанышты жағдай өте. 8 мектеп. Өйткені осы жайлы мектептердің ішіне кіргенде көңілің жай табады. Мұғалімдер үшін, оқушылар үшін барлық жағдай жасалған. Қаншама кабинеттер, мультимедиалық кабинеттер, интерактивтік тақталар, Құдайға шүкір. Қазір мына бүгінгі таңда міне пайдаланып отырған мына жаңа
подкасттарыңыздың өзі осы мүмкіндік қой. мүмкін. Осы мектептің ішіндегі мүмкіндік болғаннан кейін жасап отырсыздар. Енді бұл мектептерде оқып жатқан балаларды, осы балаларды оқытып жатқан ұстаздар да бақытты деп ойлаймын. Әрине. Біздің көксеп, аңсап, кезінде қазақ мектептерді ашып, кітап таппай, соларды жинақтап, сөйтіп айтады ғой әлгі, кішкентайлап жинаған, тырнақтап жинаған нәрсеміз міне қазір Құдайға шүкір міне мынандай мектептер ашылып жатыр. Біздің балаларымыз бақытты. Жасөспірімдер бақытты, ұстаздар бақытты. Қазір келіп жұмыс істеп жатқан барлығы бақытты. Иә, бақытты өте. Қандай да болмасын, жаңаша бағдарламаны жасап жатсаңыздар, ол әрқашанда өзінің тәрбиелік мәні зор болады деп ойлаймын. Ол сіздердің мына оқытып жатқан, білім беріп жатқан оқушыларыңыз үшін өте үлкен бір ертең мазмұны зор тәрбие болады. Ой, рахмет. Қандай да болмасын. Бұл енді айтады ғой, ашылып ұйымдастырып жатсыңдар ма, ол жүре түзелесіңдер. Мысалы, өмір болғаннан кейін ертең IT лидерлерін бір қалыптастырып алсаңыздар, жинақтап, жас ұлан сарбаздарын жинақтап алсаңыздар, ертең оның ішінде қалай істеу керек, не істеу керек, мақсатпен әлгі мақсаттар көбейеді ғой. Әрине. Сондықтан мен ойлаймын, сіздердің бастап жатқан жұмыстарыңызға тілегім, сол бастаған жұмыстарыңыз ары қарай өзінің жалғасын тауып, игілігі зор, игілігі мол болсын дегім. Аумин. Қазіргі балаларды мысалы ұйымдастырсақ, өте балаларымыз біздің қағілез осында алып кетеді, ұйымдастырған нәрселердің барлығына. Мысалы басқа мектептерде де өзің көріп жатсың, білесің. Абай мектебінде, Белинский мектебінде, мысалы өте керемет идеялар, жұмыстар. Шет жағасын мысалы естіп көріп жатырмыз ауданда жүргеннен кейін. Сондықтан оның барлығы жақсылыққа жетелейді. Әрине. Балаларымыз үшін өте керемет нәрсе. Олардың мысалы сарбаздар деген ол отан сүйгіш, патриот болуды не қылады ғой, тәрбиелейді ғой. Қалыптастырады балаға. Отан сүйгіштікті, тәртіпті, патриот болуды, адал ұрпақ болуға, әрине. IT технология дегенде солай. Ол өзінің отанына қызмет жасайды. Иә, солай ғой. Өзінің отанына, шетелдің нелеріне қызықпай, өзіміздің ішімізде. Өзіміздің оқушыларымыз шығарса екен деген, соның барлығы өздерінің қолдарынан келеді. Сондықтан сәттілік тілейміз. Әумин, айтқандарыңыз келсін. Жолыңыз болсын, бәрі дұрыс болсын. Ең бастысы. Енді мына айтады ғой, мына біздің қоғамның өзінде үлкен өзгерістер. Әлгі президентіміздің өзі жаңа Қазақстанды құрып жатырмыз дейді. Ол жаңа Қазақстанды құратын міне біздің осы жастарымыз. Дұрыс айтасыз. Біз енді үлкен болғаннан кейін, ол біз заманымыз бөлек болып басқа болды, бірақ сонда да болса өзіміздің тәжірибелерімізбен жаңаға бөлісуіміз керек. Үйде жатып алмайды, зейнеткерлікке барып, міне өзім ана мектепке барамын. Не істеп жатсыңдар, қандай көмек керек деп жаңағы сөйтіп. Сол сияқты болып отыруымыз керек. Қазір қоғамның өзінде мына қарап отырсақ әлгі Аслана дей ма, басқа ұйымдардың барлығында біздің ұстаздар жүр. Әрине. Сол мен енді осы жайлы мектептің ашылады деген кезде содан бастап шынымен ашыла ма, қандай болады деп жаңа сөйткен болатын. Соған жетіп, мына жерде көзім, осы жерде жаңа қуандым. Оны қуанған себебім мына осы мектепте мына жерде осы мына пайғамбар жас дейді, 63 жыл бұрын мен 4-ші класты бітірген кезде бұл жерде мектепті анау берекеге көшірген. Сонда бір қарап отырсақ, бұдан кішкентай ауылдар, ана Қаратөбе, Исаев дегенде бастауыш класс қалдырған, мынада ешқандай бастауыш класста жоқ, түгелімен көшірген. Сонда 62 жыл дегенде бұл жерде мектеп болмаған ғой. Сол мектеп міне қазір қандай тамаша мектеп, жайлы мектеп, бар мүмкіндік жаңағы жасалған. Мен тағы ойлайтыным, бұл енді әлгі ғасырдан астам мектептер дегенде, бұл ана Бейсебаев мектебі емес, мынау соның жалғасы деп есептеймін. Себебі осы мұнда ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Тек қана бір айтады, мына перерыв дейді, сондай уақыт болды. Енді бұл жерде өте үлкен көптеген тұлғаларының шыққан нелер. Сондықтан ары қарата оны жалғастыратын осы біздің мына жастар, енді
айтып отырған кадет жаңағы класс деп отырмыз, одан кейін жаңағы IT лидер. солардың барлығы бұл болашақта осы қоғамымызды жаңа алға бастыратын сол мына жастарды тәрбиелейді. Аха. Бұл жастардың оның өзінше бір ерекше жаңағы бұрынғы кезбен салыстырғанда өзі өмір сүрген ортасы бар. Одан кейін бұлар жан жақты, білімді, мына жаңа технологияны меңгерген жастар. Сондықтан бұлардан басқа мен енді айтарым, мына оқушылардың да, мұғалімдердің де мына ой өрісі кең болу керек. Жан жақты. Қазіргі кезде мынау қағаз бастылық дейді ғой. Міне сонымен отырады. Өзім келінімде жаңағы мұғалім, қарасам компьютерде отырады, не қылды, қағаз басу керек, ана болу керек. Олар мына тәрбиеге көп көңіл бөле алмайды. Ол тәрбие, соны кейін барып мынау ортаңды, қоғамды сүю. Соған айналды. Мына қоғаммен байланыс жасау, мына табиғатын мына білу, тарихын білу, тұрған жеріңнің жаңағы ауасын, суын жұтқаннан кейін сен оны міндетті, мен қай жерден келдім деме, сен соны білуің керек. Міндетті. Осы мәселе бойынша да тәрбие жұмыстар жүргізілсе, енді мына біздің жаңағы мектепте, осы мектептен талай елімізге белгілі азаматтар шығатынына оны толық сенемін. Рахмет, осы мына биыл келіп, осындай жаңашыл болды деген ол жақсы. Кейбіреулер бар, жаңа бір нелерді қорқады. Ол бастасаң арғақта өзі ретіменен келеді. Ол үшін жаңағыдай шаршамау керек, іздену керек. Тек ізденген адамдар жаңағы нәтижеге жетеді. Рахмет. Сондықтан табыс тілейміз енді. Қазіргі жастарда жаңашылдық басым ғой. Мүмкіндік көп бұл кісілерге. Мүмкіндік көп. Мысалы, біздің кезімізде бұндай мүмкіндік болған жоқ. Өздеріңіз білесіздер, қазір керемет не істеймін десе де жастарға барлық жағынан мүмкіндік бар. Демалу жағынан да. Мынандай керемет мындай жайлы мектепте қолдарында бірінші класстың баласы уже сотка ұстап отыр, өздеріңіз айтып қуа сала. Сондықтан да жастар сол жастар, бірақ қазіргі жастардың Z ұрпақ деп отырмыз ғой, мына дамуы өте жоғары. Біздер енді сол кезде кітаппен ғана шектеліп қалсақ, қазір енді бұл кісілерде үлкен жаңағы робот деп жатыр ғой, енді жасанды интеллект деп жатыр. Сондайға қазіргі жастардың соған бейім жаңашылдыққа бейімделуі. Жасанды интеллект өте жоғарғы деңгейде деп ойлаймын мен. Рахмет. Енді қара мәдениет бұл жерде. Яғни осы жерде неше түрлі үйірмелер бар. Осы жұмыс істеп жатыр. Спорт болсын, біреу хореография дей ма, одан кейін қолөнер дей ма, осы жерде көріп жатырмын. Бұның өзі де үлкен жаңағы болашақта олардың мейлі ол суретші болып кетпесін, мейлі ана биші болып кетпесін, ана спорт өмірде ол деген пайдасы. Адамның мәдениетті болып өсуіне, жан жақтылық деген соған сондай барлық мүмкіндіктер енді жасалды. Тек қана айтады ғой, жұмыс істеу керек те, іздену керек. Тек жастарға, барлық ұстаздарымызға жұмыс жасап, алдағы уақытта іздену, бұл біздің міндетіміз. Керемет бір бағдарлама ашылып тұр бұл мектепте. Біз мысалы қуаныштымыз, қоштаймыз әрине, қолдау көрсетеміз, ақсақалдар жағынан, әжелер жағынан болсын. Ұлағатты ұстаздың жаңағы төрайым отыр, Ұлтай Амангелдіқызы. Бұл кісілердің де осындай керемет жайлы мектепте де жаңа дүниелер болып жатса, жастарымыз алға ұмтылып, жаңағы өмір сүрудің неше түрлі жаңа факторларын көрсетіп жатса, неге қуанбасқа? Сондықтан да рахмет, керемет шара, керемет бағдарлама деп ойлаймын. Енді мына Ұлтай Амангелдіқызы, Күлпан Тоқеновалар енді еңбегінің нәтижесі деп есептеймін. Себебі мына қазір қоғамда ана үлкендерді, зейнеткерлерді жаңағы ұйымдастырып, көркем өнерпаздар немене дейді, асыл қазына ансамблі. Оның ішінен бәрі тұрған бойы тұрған ұстаздар. Бастаған. Жақында Түркияға барайын деп. Алматы облысының жаңағы құрметті ардагер деген жаңағы атағын алды. Керемет. Сондықтан енді ол да біздің осы ауылдың жетістігі деп есептейміз. Міндетті түрде. Енді жақында мына Турцияға барайын деп жатыр. Өткенде мына Қырғызстанға барып, біздің Қазақстанның атынан ол жерде гран-приін жеңіп алды. Ол жерде де мұғалімдер бар. Барлық жақта мына жастар. Жаңағы біздің ұстаздар ғой. Зейнетке шыққан ұстаздар. Сондықтан сондай
жаңағы ұстаздар көп болсын, Әумин. қоғамда алға жүріп жататын мына жастарымыз сондай болады ғой деген Үлгі алады. Сіздердің жолдарыңызды енді кейінгі жастар бізге берсін. Сіздерге біз тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта біздің осындай керемет подкастымызға келіп, ұлағатты ұстаз, үлгілі қария болып, тұсауымызды кесіп, лентамызды кесіп, ең алғашқы сұхбатымызға келгендеріңізге Елтай подкастының бірінші жаңағы сұхбаттас болып бізге өздеріңіздің ойларыңызды, ой пікірлеріңізді, жанайқайларыңызды іштеріңізде жүрген бір кереметтей үлгілі өнеге болатын әңгімелеріңізбен бөліскендеріңізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Енді бізде шағын ғана бір саусақ іздеріңізді қалдыратын біздің кішігірім оқушыларымыздың жасаған ағашы бар. Сол естелік ағашына өздеріңіздің жаңағы саусақ іздеріңізді қалдырып, бұл жалғыз сіздерді емес, алдағы уақытта да жоғарыда көбейе берсін деген мақсатта біздің ұстаздарымыз бар, оқушыларымыз бар. Саусақ іздеріңізді қалдырып кетсеңіздер, ең алғашқылардың бірі болып. Рахмет. Келіңіздер. Сіздерге сәттілік. Бәрі жақсы Мен болсын. Жұмыстарыңызға табыс. Жастарға айтайын дегенім, жаңадан бастап жатыр ғой енді ұстаздық өздерінің жолдарын. Балалармен, оқушыларыңызбен әлгі бір неде болыңыз. Бір волнада дейді, бір толқында. Әрбір баланың өздерің қалай сезсеңдер, сол балалар сіздерді де солай сезеді. Сондықтан ұстаз болу үшін балаларды жақсы көру керек. Балаларды жақсы көріңдер. Жарай ма? Рахмет. Аман болыңдар. Тәттілік тілеймін сіздерге. Енді бір баталарыңызды беріп жіберіңіздер енді. Осындай бір керемет сәтте ұлағатты ұстаздардан бата алып, тілектеріңіз қабыл болып. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдайым оңдасын, ешамандық болмасын, Қыдыр баба қолдасын. Мына біздің жайлы мектебіміздің өзінде білікті ұстаздар көп болсын, білімді оқушылар көп болсын. Сол оқушылар мен ұстаздарға көмекші болып, ақылшы болып жүретін біздің ата-аналарымыз көп болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мына көк байрағымыз биіктен жаңағы желбіреп тұра берсін. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Қазір сіздермен былай істесек, біздің мектепке тілейтін үш қана сөзбен не тілейсіздер, соны айтасыздар да, саусақтарыңызға жағып, не іздеріңіз қалдырасыздар. Саусаққа жағып? Краска бар менде, соны саусаққа жағып, саусақ іздеріңізбен, бұл бізде подкасттың естелік ағашы болады. Әр келген қонақтан біз саусақ ізін алып отырып, жылдың аяғында подкастымызды неткен кезде ағашымыз гүлденсе деген ойымыз бар. Бұл мектепке ең бірінші білікті ұстаздар, білімді оқушылар және шығармашылығы мол ұжым тілеймін. Әумин. Мектептеріңіздің аты шыға берсін жақсы жерден. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ой, рахмет. Ал енді Кәдімгі Алматының енезі. бүгінгі құрылып отырған келешек бағдарламаларымыз болашаққа ұлассын. Қазақстан елін биіктен көрсететін азамат тәрбиеленсін. Білімді, тәртіпті, көк туымызды желбірететін оқушылар тәрбиеленерсін. Сіздеріңізге сәттілік. Әумин, айтқаныңыз келсін. Өзіміз сөйтіп бірыңғай қарай түсіп кетіппіз. Бер жаққа қарай, ар жағына. Келіңіз, ағай. Енді отан сүйгіш, өзінің салт дәстүрін жаңағы сыйлайтын, құрметтейтін біздің ұстаздарымыз бен шәкірттеріміз көп болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Жоғар жағынан. Сол жерде. Ұстаздар күні қарсаңында сіздер енді ұлағатты ұстаз болдыңыздар. Мынау біздің Елтай ауылдық мектебінің эмблемасыменен арнайы мектебіміздің жаңағы эмблемасын қойып, өздеріңізге ұсынып, сыйлық ретінде бергелі отырмыз. Естеріңізде қалсын. Қойын дәптерлеріңіз ешқашанда жаңағы қойындарыңыздан түспесін. Қайда барса да осы Елтайдың жаңағы эмблемасы жазылған кішкене қойын дәптерлеріңізді ұстап, біздің балаларға өнегелі әңгімелеріңізді жаза жүріңіздер. Рахмет. Ағай, Рахмет. Алып беріңіз. алыңыздар. Рахмет.
ағай мынау сізге. Келтай Аха. ауылындағы жайлы мектеп. Аха. Нұртай Амангелдина енді ұлағатты ұстаз, ардагер ана, біздің ардагерлер жаңағы қалай айтсам болады, ең бірінші мені жұмысқа қабылдаған деп осы жерде айтпайын деп айтады дейді. Маған осы Қарасай ауданында еңбек жолын ашып берген ұстазымның өзіңіз бірісіз. Сол мерекеңізбен шын жүректен құттықтай отырып, осы гүл шоғын өзіңізге сыйлауға рұқсат етіңіз. Мерекелеріңіз құтты болсын, аман болыңыздар, сіздерге тек сәттілік тілеймін. Жан ашыры соның барлығын Иә. неге жаңағы тәрбие есебінде беріп жатқан қоғамға. Иә, Сондай азаматшамыздың бар ғой. иә, мақтанатын, мақтан тұтарлық азаматшамыздың бірі. Рахмет. Сіздерге енді Рахмет. ортаға суретке түсейік, Иә. келіңіздер.